Amansız papa. Amansızlık көп жаса қарағым. Бақытты болыңдар. Қалай жағдайыңыз қалай дейді? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Отырмыз Құдай деп жаныма сен. Міне әпетеріміз қайсы қызы, кімнің қызы? Атамның қызы. Атамның аты кім? Асхан. Құлжақаның немересі істегенсің ғой енді жаным. Айналайын, дәу қыз бол жаным. Неге жүрсіңдер? Апа, біз мынау Нүрия қызымыз осы үйде ұйғыр қызы бар екенін біліп, ұйғыр халқының салт дәстүрімен танысқысы келіп отыр. Киімдермен, тағамдармен танысқысы келіп отыр. Соған орай біз осыны ойлап келіп отыр осы үйге. Жақсы екен жаным, жақсы. Танысыңдар жандарым. Біліңдер, көріңдер. Ендеше келініңізді шақырыңыз. Қазір Арықжанды шақырайын. Арықжан, келе ғой қарағым. Саламатсыз, мақтайсыз. Әже шақырдыңыз ба? Шақырдым жаным. Мынау қыз Күлжақаның немересі екен. Мынау ұйғыр халқының салт дәстүрін білуге, сен ұйғыр халқының қызы екенін біліп, соны салт дәстүрін білуге керекті. Жарайды. Соған үйрет, көрсет. Жарайды. Мен саған өзіміздің ұлттық киімімізді көрсетейін, иә? Кезінде мен де ертеңгілікке сен сияқты киген болатынмын. Қазір көрсетейін, иә? Алып келем. Міне біздің ұйғыр халқының ұлттық киімі. Мына көйлегін көріп тұрғандай өзінің әдемі оюлармен көмкерілген. Мына осы бас киімі. Бас киімі көрініп, әдемі моншақтармен безендірілген. Осыны киіп көресіз бе? Мен саған киіп көрсетейін, иә? Әдемісің. Онда мен саған ұйғыр халқының ұлттық тағамының қалай дайындалатынын көрсетейін, иә? Жүріңдер, бірге барып дайындайық. Жүр, сен де Мединамен бірге жүр. Кет. Міне мен ұнымды дайындап алдым. Ішіне барлық қоспаларын салдым. Енді илейтін боламыз. Қамырды қаттық емес жұмсақ илейміз. Енді тұзын аздап қоямыз. Осылай көкөністерімізді тазалап аршып аламыз. Содан кейін барлығын майдалап турайтын боламыз. Міне етті де осылай майдалап тура боламыз, иә? Нанның мен қындырып аламыз. Нанымыз сол кезде әдемі жұмсақ болып түседі. Жұмсақ болып тұр. Бастайын енді кішкене жайып аламыз. Тезірек солу үшін осылай жайып алған. Міне бұлай қолды домалақтатып жаямыз, иә? Сен маған көмектесесің ғой, иә? Осылай сен де осылай жасаңдар. Істеп көрші. Молодец. Осылай жасайтын боламыз. Еркем, сен қандай балабақшаға барып жүрсің? Және балабақшаға. Қандай топтасың? Қарақұс топ.
Молодец. Еше маман қандай тілдері бар? Лағманның негізі 4 түрі бар. Ол бірінші қуырылған лағман, сулы лағман, сойру лағман деп айтады оны. Үшінші ойру лағман және де босу лағман. Негізі лағманды әр халықта өз нұсқасы бар. Мысалы, ұйғыр халқында, өзбек халқында, дүнген халқында деген сияқты. Енді қазір ұйғыр халқының ұлттық шайын дайындайтын боламыз. Бұл әткен шай деп аталады. Мен қазір заварка қостым және де тұз қостым. Енді сүт қосатын боламыз. Және де қалағанша, әркім қалау бойынша тарыны қоссақ та болады, қоспасақ та болады. Бірақ біздің үйдегі адамдар тары мен шайды жақсы көреді, сондықтан тары қосатын боламыз. Шаңырақ берекенің, бірліктің, ұрпақ жалғастығының белгісі. Қазақ халқында келін үйдің көркі деген дана сөз бар. Бүгінде ұйғыр халқының қызы қазақ отбасына келіп, сол әулеттің ырысын арттырып, шаңырақтың ұйытқысы болып отыр. Ұлт бөлек болғанымен жүрек жақын, ниет ортақ. Осындай сыйластық пен татуластықтың арқасында отбасының тамыры тереңдеп, ұрпағы өсіп өніп, берекесі арта түседі. Отбасында көрген өнеге болашақтағы берекелі шаңырақтың негізі.